Ақжан тұңғышы Айкиенің аттестат алу салтанатына кеудесін қуаныш кернеп барғанымен, қайтарда ол сезімдердің ізі де қалмады. Тіпті сұры қашып, түрі түтігіп кеткендей көрінді. Қызына ештеңе сездірмейін-ақ деп еді, алайда ішін кернеген әлдеқандай ашу мен ыза шыдатпады. Үйге жеткенше Айкиеге елдің баласы алып жатқан мақтау қағазды да алмадың. Бірнеше жыл бойы түрлі білім жарыстарына қатысып, жүлделі орынға ие болып жүргеніңді қайтейін. Сынып жетекшің сені елемеді де. Анау таң болды қарашы. Ұл бала болса да мақтау қағаздың бірнешеуін алды. Тіпті ұстазына арнап өлең де жазыпты. Мектеп директоры оның шешесін ел алдына шығарып алғыс айтты. Ата-ана үшін тәрбиелі ұрпақ өсіргеннен артық қандай бақыт керек? Айтшы, неше жыл бойы оқығаныңның нәтижесі осы ма? Сен осы қыңыр мінезіңмен әлі талай дүниеден айрыларсың, деп жазғырумен болды. Ол мектеп мұғалімдеріне деген өкпе ренішін мұның қызына шағып отырғанын сезбей де қалды. Іштей баласының еңбегінің бағаланбағандығына әбден налыды. Былтыр Ұлболсын апайының тәрбиелі ұл қыз өсіріп отырғаныңыз үшін 1000 алғыс деген жазуы бар марапат қағазын ұсынып тұрып, өзіңіз ата-аналардың ішіндегі ең жасы болғаныңызға қарамастан, осындай бала тәрбиелегеніңізге қайран қаламын дегені есіне түссе, іші бұдан сайын күйіп кетеді. Кешке дастархан басында отырып та осыны айтып ренжіген Ақжанға Айкие: апа, сонда сізді мектептің кішкене ғана мәжіліс залында орныңыздан тұрғызып, жұрттың өтірік шын аралас көңілмен қол соққандарын ғана көргіңіз келе ме? Қызыңыздың мұғалімдерге жағу үшін қисыны келсін келмесін өтірік өлең жазғанын, жалған мақтау естігенін қалайсыз ба? Сізге менің жеке пікірімнен гөрі мұғалімімнің маған деген оң қабағы қымбат па? Мүмкін болашақта үлкен ғалым болатын шығармын. Өз еңбегімнің арқасында халыққа танымал тұлға болсам ше? Сіздің анаңыз қандай адам еді деп сұрағандарға мен өзіңізді көрсетсем не істер едіңіз? Сонда маған бүгінгі айтқандарыңыз есіңізге түсіп ұялмайсыз ба? Өзіңіз жасандылық пен жағымпаздықтан аулақ, шыншыл бол. Өз-өзіңе сыни көзқараспен қарауға дағдылан. Жалған мақтаннан алыс жүр деп алып, маған енді ренжіп отырғаныңыз қалай? Деді де ашуланып, оқыс орнынан тұрып кетті. Ақжан сілейіп отырып қалды. Қызының алдында өзін кінәлі санады. Расында да, менікі дұрыс болмады-ау. Оған дұрыс бағыт берудің орнына әлденелерді айтып адастырмақ болғаным не сасқаным? Өзгелерге ұқсамайсың деп оны табалағаным қалай? Деп енді өзін жазғырды. Теріс қарап жатып қалған қызының қасына келіп, кешірім де сұрағысы келді. Бірақ қанша оқталғанымен ештеңе дей алмады. Айкие баланың үлкені болғандықтан ба, әлде мінезінің тіктігінен бе, ылғи өзінің ойын еш жасқанбастан еркін айтатын. Кішкене кезінде әкесі оның бұл қылығына риза болып, менің қызым тура ер жігіт секілді өсіп келеді, кейін қара қылды қақ жарған әділ сот болады деп масаттанатын. Ал қазір Айкиенің кейбір сөздеріне шамданып қалатын болды. Тіпті қатты көңілі қалғанда Ақжанға: сен неге қызыңа тәк демейсің? Осылай кете берсе, ертең кім болмақ? Деп те ұрсатынды шығарды. Ақжан ондайда үнсіз құтылады. Өйткені тек Айкие ғана емес, қазіргі балалардың барлығының өзіндік пікірі, көзқарасы барлығы. Оларға ешкімде, тіпті ата-анасы да өз пікірін таңа алмайтыны, жаңа заманның жастары жаңаша ойлайтыны өтірік емес қой. Жексенбі күні болатын. Айжан қызы екеуі әдеттегідей ас әзірлеуге кірісті. Мұндай сәттерде одан айналасындағы достары туралы, болашақтағы жоспарлары жайында сұрайтын. Екеуі жақын құрбылардай әңгімелесетін. Бүгінде солай болды.
Айкие апасына шетелге оқуға кеткісі келетінін айтты. Бұл ойы Ақжанға онша ұнамады. Сен енді ғана бірінші курсты бітірдің. Әлі оң мен солыңды айырып та үлгермедің. Қалай шетелге кетпекшісің? Соны түсіндірші маған. Ол еш тосылмастан: апа, одан қорқатын ештеңе жоқ. Біздің универде бәрі де кетіп жатыр. Мен өзіме сенімді болған соң айтып отырмын ғой. Осы сіздер-ақ адамды тұқырта бересіздер, деп бұртиды. Сенбей отырғаным жоқ. Тек бөтен елде күніңді қалай көрмексің? Оның үстіне шетел тұрмақ, өз елімізде де небір сұмдық жайттар болып жатыр емес пе? Мен содан қорқамын. Апа, осы сіздер тек бір нүктеге, бір ғана бағытқа қарап өмір сүресіздер. Жан-жаққа қарауға өз-өздеріңізден қорқасыздар. Неге үнемі үрейленіп отырасыздар? Сеніңше, сені өз бетіңмен жіберіп қойып, білгеніңді жаса деп отыруымыз керек пе? Сіздер тек адам баласымен бірге қалыптасқан адамгершілік нормаларын ғана бізге айта бересіздер. Ертеде салынған ескі сүрлеуден жаңылмайсыздар. Жаңа ештеңе қоспайсыздар ғой. Әке-шешенің берген тәрбиесін санасына мықтап сіңіріп өскен кісіге адам болу үшін басқа ештеңе қажет емес. Егер ата-ананың ақылы қажет болмаса, өз беттеріңмен өмір сүрсеңдер, ақыры не болмақ? Әке-шешесі балаға тыйым салған сайын ол еркіндікке ұмтыла түседі. Қазір көп ата-аналар мұнша сағат ойнайсың, мұнша уақыт оқисың деп, баласының әр сағатын минут секундына дейін есептеп қойған. Осылайша оның өмірін бақылап, өзі қалаған азамат етіп қалыптастырғысы келеді. Бірақ олар қателеседі. Бұнымен баланы тәрбиелей алмайды. Өйткені ол адамды белгілі нәрселерге дағдыландыру әдісі ғана. Ал адамның ішкі жан дүниесі ешкімге де, тіпті өзіне де бағынбайды. Өзіңіз қарасаңыз, кешегі Ахмет, Абай, Мағжан тағы басқа ұлт зиялылары надандықпен күресті ғой. Ал бүгінгі ақындар техниканың күші адамның ішкі жан дүниесін тұншықтырып бара жатқанын, адамша ойлау қабілетінен айырылғанын айтып дабыл қағуда. Демек, адамды тек мейірім мен жан жылуы ғана дұрыс тәрбиелей алады. Мәселен, сіздің айтқан әр сөзіңіз бен дауысыңыз менің құлағыма сіңіп қалған. Алайда сыртқа шыққанда мен сол дауысты іште естіп тұрсам да, жасайын деп тұрған ісімнің сіз үшін жаман нәрсе екенін сезіп тұрсам да, бәрібір сол қадамға баруы мүмкін. Ал сіз мені барлық кемшіліктеріммен жақсы көріп, ешкіммен салыстырмастан, мейіріміңізді төгіп, маған сенім артсаңыз, жан жылуыңызды берсеңіз, өзіңізден ұялғанымнан ақ әлгіден бас тартамын. Сен мейірімнен кендемін дегің келе ме? Жоқ, апа. Жай, мысалы ретінде айтып отырмын. Достарымның арасында тура сондай қатал тәрбиемен өскендері бар. Бір қарағанда өте инабатты, білімді болып көрінгенімен, оларға жылылық, мейірім қажет. Өмірінде не жетіспейтінін өздері де түсінбей, сол жоқтың орнын немен толтырам деп адасып жүргендері қаншама. Тынымбай Нұрмағамбетовтің жер иісіндегі ізбасарды алыңыз. Өзі тәрбиелі жігіт бола тұра, қаланың жаңашыл қызымен бірге болсам, мендегі бар қасиеттер одан табылып, екеуміз бақытты боламыз деп ойлайды. Бастапқыда қала қызының бойындағы өзін баурап алған қылықтар артынша жиіркеніш сезімімен алмасады. Толқыннан кейін тынышталған теңіз секілді, ол да өзінің ішкі сезімдерін жеңіп, ақыры қарапайым ауыл қызына үйленеді. Міне осы секілді әр адам өзіне ерік беруі тиіс. Адам белгілі бір стандартқа сай, шектеумен емес, қателіктері арқылы өсуді үйренуі керек. Сіздер үнемі адам бол, өз наныңды тауып жейтін азамат бол, заманыңнан қалып қоймай, ілесіп отыратын шапшаң бол деп үйретесіздер де, басқа міндеттерді көбіне ұмыт қалдырасыздар. Білімді, тәрбиелі, адамгершілігі мол азамат болсаң, одан артық не керек? Апа, сіз қателесесіз.
адам баласы ең бірінші мақсатқа қол жеткізгеннен соң басқа міндеттерін тез есінен шығаратынын қалай түсінбейсіздер? Қазір туғандарына, тіпті ата-анасына қайырылмай өз жайын күйттеп жүргендер көп қой. Өмірінің соңында ұл қызымнан рахат көрмедім деп отыратын кісілер туралы айтамын. Өзіңіз сүйіп тыңдайтын әндегі «Өсем деген ұлды бағып, кетем деген қызды бағып, өмір өтті зырғы бағып» деген жолдарда біраз нәрсені меңзейді ғой. Меніңше, ол адамның шыққан тегіне, алған тәрбиесіне байланысты. Ой, апа, қызықсыз. Тек туралы түсінігіңіз әлі үй ішінде жүр екен ғой. Осы небір ұлтқа қызмет еткен тұлғалар қанша баласы болса да кәрілікті жалғыз қарсы алып отырған жоқ па? Кейбірінің ұрпақтары шетелде қалып қойған, тіпті ата-анасының қайда жерленгенінен де бейхабар. Өз тілінде сөйлемейтіндерді айтпағанда, қарттар үйінде отырған қариялардың көпшілігі кезінде мықты қызмет істеген адамдар ғой. Рас. Қазір заман өзгерді ғой. Бұрын туғаны тұрмақ, өзге ұлтты да бауырына басқан азаматшыл, аманатшыл халық едік. Қазір жат бауыр боп алдық қой. Үлкендер ол заманда біз былай едік, қазір басқа заман дейді. Меніңше бұл жай ғана ақталу, заманда тұрған ештеңе де жоқ. Қай уақытта болса да ақ пен қараның, жақсы мен жаманның болатыны анық қой. Онсыз табиғаттың тепе теңдік заңы сақталушы ме еді? Сондықтан заманды өзгертетін адам. Себебі мейірім мен жан жылуы жоқ жерде бәрі де күрделене түседі. Бұл менің жеке пікірім ғой. Сіздер мұнымен әлбетте келіспейсіздер, деп Айкие сөзін аяқтады. Ақжан қызының тосын жауаптарына таңғалғанын жасыра алмай, мен сені әлі кішкене деп жүрсем, қай уақытта данышпан болып үлгергенсің жаным-ау, деп жымиып қойды. Одан ары екеуі де үнсіз қалды. Айкиенің неге үрейленіп отырасыздар дегеніне іштей жауап іздемек болып, ойы жан-жаққа кезіп кетті. Расында да сол қорқыныш бізде қайдан келді? Кезінде сонау қиянда жатқан ауылдан оқу іздеп талай жас келіп еді ғой. Сол кезде олардың әке-шешесі ештеңеден қорықпай-ақ сеніп жіберді емес пе? Әлде ол уақытта заман тыныш пе еді? Қап, тағы да заман дейміз-ау. Олар, кешегі жастарды айтам, ауылдағы қарт әке мен ананың сенімін қаншалықты ақтағандарын қайдам, әйтеуір жерге қаратқан жоқ қой. Тіпті қаһарлы соғыс жылдарында да ұл қызының мойнына ұлттың үмітін аманаттап, ажалдан да қорықпай майдан шебіне жіберген халық бүгін неден, кімнен қорқады? Ал бүгінгілер дәл солардай үмітті ақтай алар ма екен? Сол уақыттағы сенімді қайда жоғалтып алдық? Жан дүниемізді билеген бұл үрейден арылудың жолы қайсы? Ақжанның ойы шартарап шарлағанымен өз сұрағына өзі жауап таба алмады. Иә, заманда тұрған ештеңе де жоқ. Ол Айкиенің ой еркіндігіне, батылдығына, кейде қарсылық білдіргенімен оның бұл мінезіне іштей қызыға қарайтын. Әйтсе де қызының ұстазына өлең арнаған әлгі сыныптасы жиі есіне түсе беретін несі екен?